Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін таңғы асқа өте дәмді венский вафли әзірлейтін боламыз. Бізге керегі 2 жұмыртқа, қант, сүт, ерітілген сары май, разрыхитель және де ұн. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, үстіне қантымызды және де ванильді қантымызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып, қантымызды езіп алатын боламыз. Содан соң ерітілген сары майымызды салып, тағы да бір келкі болғанша араластырып алатын боламыз. Содан соң үстіне сүтімізді құйып, тағы бір араластырып аламыз. Енді електен өткізілген ұнымызға 1 шай қасық қамыр қопсытқышымызды салып, массамызға аз-аздан салып, бір келкі болғанша араластырамыз. Массамыз бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Міне массамыз біздің дайын. Енді алдын ала қыздырылған вафельницамызға 2 ас қасықтан салатын боламын. Вафельницамызды жауып 5-7 минут пісіріп алатын боламыз. Сіздер өздеріңіздің вафельницаңыздың қызуына қарап көріңіздер. Міне вафеларым пісті. Өте керемет, жұмсақ пісіп шыққан. Барлық вафлиді осылай кезекпен пісіріп алатын боламын. Өте дәмді әрі тойымды. Таңғы асқа балапандарыңызға жасап берсеңіздер болады. Дәмі деген ерекше. Достар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне мен барлық вафлиімді пісіріп алдым. Үстіне жидек қойып, ерітілген шоколадпен әсемдеп балаларға таңғы асқа ұсындым. Вафлиларым өте жұмсақ әрі дәмді болып шыққан. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Айдана. Егер видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.